Қазақстанда тұмау кеңінен тарап жатыр дейді. Көп адам оны қарапайым суық тию деп ойлайды. Ендеше тұмау туралы шынымен не білеміз? Талдап көрейік. Біз көбіне тұмау мен суық тиюді шатастырып жатамыз. Дәрігерлердің айтуынша тұмаудың өзіндік ерекше белгісі жоқ. Ол аяқ астынан басталады. Дене сырқырауы, әлсіздік, қызудың күрт көтерілуі. Ал суық тию біртіндеп жайлап байқалады. Тұмау кезінде температура болмауы да мүмкін, әсіресе балалар мен қарттарда. Сондықтан нақты диагнозды тек тест қана қоя алады. Енді қауіпті белгілерге тоқталсақ, ересектерде ауыр демалу, кеуде тұсының қысылуы, сананың шатасуы, сусыздану немесе тоқтаусыз құсу байқалса, дереу дәрігерге жүгіну қажет. Ал балаларда тыныстың жиілеуі, еріннің көгеруі, баланы оята алмау, тырысу немесе бөртпе болса, бұл да шұғыл медициналық көмекті қажет етеді. Көп адам емделудің түрлі жолын таңдайды. Біреу халық еміне сенеді, біреу дәрі-дәрмекке жүгінеді. Бірақ мамандар сірке қышқылымен сылау, арақпен ысқылау, банка қою немесе қыша қолдану сияқты әдістердің пайдасы жоқ, кейде тіпті қауіпті екенін айтады. Сондықтан ең дұрысы дәрігер тексеруінен өтіп, мамандардың нұсқаулығына сүйену. Тұмаудан жазылудың ең тиімді тәсілі қарапайым демалу, көп сұйықтық ішу және қызу түсіретін дәрілерді қолдану. Антибиотик бұл жағдайда көмектеспейді, өйткені тұмау да, басқа респираторлық аурулар да вирустан болады. Ал антибиотик бактериялармен күреседі. Денсаулық ең үлкен байлық, өзіңізді қорғаңыз және бізге жазылуды ұмытпаңыз.